Бастарыңызға түспей-ақ қойсын, бірақ адам өмір мен өлімнің ортасында тұрып қалғанда не бір ужастарды да жасауға барады. Сіздер оны елестете де алмайсыздар. Мысалы, мына қыз самолеттан құлап тірі қалды, көзін ашса орманда екен, ал жарақаттанған қолы құрттап тұр. Сол бір кішкентай қыз орманда тірі қалу үшін не жасамады десеңіздерші. Сәлем, мен Диана Ю. Бүгінгі ролик кішкене ауыр болғалы тұр, өйткені әртүрлі кошмарный жағдайлардан үйтіп аман қалған адамдар жайлы айтып беретін боламын. Иә, барлығы шын өмірде, шын адамдар мен болған оқиға. Так что дайын болыңыздар. Дәл қазір сіздер көріп тұрған видео 9 адамның Гавай островқа қарай самолетта ұшып бара жатқан кезі. Дәл осы бір адам видеоға түсіріп отырған сәтте самолет суға құлап жатыр еді. И 9 адамның барлығы оны прекрасно біліп тұр. Байқадыңыздар ма, ешқайсысы паникада емес, тып-тыныш отыр, я? Неге? Бұл аварийная посадка, яғни самолеттің бірдеңесі істен шығып, амал жоқ, суға қону қажет болған. Ұшып барып суға түскен кезде барлық адам өздері сыртқа қарай шыға бастайды. Енді қараңыздар, самолет жаймен суға батып жатыр. Адамдар акулалар қаптап жүретін океанда тұр. Қуанышқа орай құтқарушылар тез келіп, барлық адам аман қалды. Бірақ бұдан басқа айтатын оқиғаларым бұлай жақсы аяқтала салады деп ойламаймын. Бұндай жағдайға түскім келмейді десеңіздер, дәл қазір лайк басып кетіңіздер. Давайте, ал мен жалғастырайын. 1945 жылы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Индианаполис атты үлкен кеме бар тұғын. Сол күні ішінде 1200 адам бар еді. Бір кезде кемеге қарай бомба атыла бастайды. Кеме жанып жатыр, суға батып жатыр. Адамдар тірі қаламыз деп шеттерінен суға секіре берді. Ары қарай не болғанын естуге морально дайын болыңыздар. Судағы адамдарды бірінен кейін бірі акула жей бастайды. Бір немесе екі акула болса мейлі ғой, акулалар үйірі еді. Именно осы жайт әлем бойынша акулалардың адамға шабуыл жасағандағы ең үлкені болып саналады екен. Әлі тірі болған адамдар болса аштықтан және шөлдегендіктен мұхиттың әші тұзды суын іше береді. Соның кесірінен естерінен ауысып, көбісінде галлюцинация басталады. Солай тек акулалар шабуыл жасағаннан ғана емес, адамдар өздері бір-біріне атака жасап өлтіре бастайды. 1200 адамнан тірі қалғандары тек 350 адам ғана. Не айтарымды да білмеймін. Осы уақытқа дейін бір рет болсын, егер самолетқа аспанда ұшып бара жатып, найзағай ұрса не болады екен деп ойланып көргендер бар ма? Қазір уже барлық самолеттарда найзағай ұрған жағдайда дым болмайтындай механизмдері бар. Ешкімге ештеңе қылмайды да, самолет бұзылмайды да. Бірақ бұрындары, бұрын ондай жоқ еді ғой. 1971 жыл 17 жасар Джулиана мамасымен самолетта ұшып бара жатқан кезі еді. Басында барлығы жақсы тұғын, бар жоғы бір-ақ сағат ұшса уже жететін еді. Алайда 20 минуттан соң ғана ауа райы бұзылып, жаңбыр жауа бастайды. Тура самолеттің қанатына найзағай ұрады. Дәл сол моментте-ақ жанып, жерге қарай түсе бастайды. Ал Джулиана болса, ремені байлаулы тұрған орындығымен бірге самолеттан шығып түсе бастайды. Қаншама биіктіктен жерге қарай құлап тірі қалады. Иә, самолеттан құлап тірі қалады. Негізі мүмкін емес нәрсе. Көзін ашса, орманда жатыр екен. Иығы сынып кеткен, қаншама жарақаттары бар. Оң қолына қараса, ашық жара тұр екен. Жараның үстінде құрттар жыбырлап жүр. Болды, не болса да тірі қалуым керек деп шешеді. Алайда сәл жүрсе болды, талып қала беретін. Бір көзі де жарақаттанған, көрмей қалған. Жан-жағында не самолет жоқ, не басқа құлаған адамдар жоқ. Жабайы орманда бір өзі. Енді бірдеңе айтсам сенбейсіздерші. Бақытқа орай деп айтайын ба, Джулиананың мама-папасы оны кішкентай кезінде орманға көп әкеп тұрған екен. Сол үшін де онша қорықпай, не болса да өлмеуім керек деп ары қарай әрекет жасайды. Шөлдеген кезде жаңбырдың суын ішеді. Барлығыңыз білесіздер, жабайы орманның қандай сұмдық болатынын, я? Любой моментте жеп қоя салатын жыртқыш жануарлар, не бір улы жылан, өрмекшілер дегендей. Кейінгі күні Джулиана самолеттан құлаған 3 шіріп, көгеріп жатқан адамдардың денесін тауып алады. Арасында бір әйел бар екен. Джулиана сол әйел менің мамам ба деп қорқып кетеді, алайда барып қараса, мамасы емес, басқа әйел болып шықты. Дәл осы сәтте Джулиана өлі, шіріп жатқан денені өмірінде бірінші рет көрді. Жаным-ау, даже кейбір врачтар өлі денеге қарай алмайды, ал 17 жасар қыз қалай барып, еще мамасы ма жоқ па тексереді, я?
Түй, қарны аш, бірақ жейтін ештеңе жоқ. Алайда бақытқа орай самолеттан түскен кәмпиттерді тауып алады. Күніне бар жоғы 1-2 кәмпиттен жеп жүрді, бірақ ол кәмпиттер де таусылды. Арадан 10 күн өткенде судан қайықты көріп қалады. Ал басында айтқан оң қолындағы жарақатын әлі құрттар жеп жатқандықтан қолы қатты ауыра бастайды. Қайықтан бензин тауып алып қолына құяды, яғни жарасына. Солай 10 шақты жыбырлап оның қолын жеп жатқан құрттарды алып тастайды да, күші жоқ әлсіреп тұрған соң сол жерде ұйықтап қалады. Кейін көзін ашса, қасында бірнеше еркектер бірдеңелер айтып жатыр екен. Дәл сол еркектер Джулиананы құтқарып больницаға алып барады. Солай бейшара 17 жасар қызымыз самолеттан құлап, кейін 10 күн бойы құрттап жатқан қолымен орманда жүріп тірі қалады. Бірақ өкінішке орай Джулианадан басқа самолеттағы адамдардың барлығы қайтыс болған екен. Тіпті қыздың мамасы да. Құлап жатқанда ременмен байланып тұрған орындығы болмағанда жерге түсе сала өліп қалар ма еді, кім білсін е. Қазір де Джулиана тірі, кітап жазумен айналысады. Японияның пойыздарында қалай адам көп болатынын уже Японияның сұмдықтары жайлы видеомда айтып едім. 2005 жыл ішінде толып тұрған адамдарды тасып жатқан пойыз. Оны басқарып келе жатқан 23 жасар жігіт үлкен қателік жасап қояды. Именно бұрылысқа келгенде жылдамдықты қатты асырып жібереді. Бәріңіз білетін шығарсыздар, ұзын пойыз былай тұрсын, даже грузовиктердің өздері бұрылыста қорқып әрең жай бұрылады. Өкінішке орай пойыз бұрылып үлгермей құлайды. Общий 7 вагон бар еді, оның 5-еуі бірінен кейін бірі бір-біріне соғылып, адамдардың қаншамасы қайтыс болды. Арасында пойызды басқарған 23 жасар жігіт те бар. Енді не үшін? Неге бәрін прекрасно біліп тұрып жігіт пойыздың жылдамдығын азайтпады? Мүмкін пойыздың өзі істен шыққан бе екен, әлде жігіт өлгісі келіп әдейі жасады ма? Қазір нақты себебін айтып берсем, бәріңіз в шоке боласыздар. Пойызды басқаруға отырмай жатып, жігіт бәрін қайталап өту үшін курстан өткен екен. Яғни пойызды қалай дұрыс басқару жайлы. Алайда ол типа курста вообще пойыз жайлы айтылмаған екен. 2 апта бойы тек айналып келіп оған ұрса беріп мазақ қылып жүрген болып шықты. Өкініп тұрсың ба? Не ойладың, а? Миың жоқ па? Еще пойызды дұрыс басқаруды үйретудің орнына нефтему ауыр жұмыстарды істетіп қойған. Қаншама сағаттар бойы тек жазумен болдық. Енді дәл сол күні жігіт қатты, былайша айтқанда истерикада еді. Оның үстінен егер пойыз айтылған уақытта келмесе, тағы да оған минус еді. Сол үшін де бұрылып жатқан кезінде қатты жүріп келе жатып, тормозды толық баспағандықтан пойыз аударылып түсті. Бір адамның психологиялық жағдайы дұрыс болмағанның кесірінен қаншама адамдар опық жеді, тіпті қайтыс болды. Елестетіп көріңіздерші, ештеңесі тіпті су да жоқ шөл далада бір өзіңіз қалып кетсеңіз не істер едіңіз? Қорқынышты, я. 2003 жыл Аарон Ралстон атты жігіт бір өзі Американың шөлдерінің біріне аттанады. Үлкен тау сияқтының қасынан өтіп бара жатқанда бірден жоғарыдан дәу тас түсіп кетеді. Тас қолын қатты қысып қалады. Бір өзі ешкім жоқ жерде қысылып тұрған қолымен қалып кетеді. 5 күн бойы. Шөлде бір орында ешкім жоқ, 5 күн бойы. Екінші қолына камераны алып соңғы қоштасқан видеосын түсіреді. Сәлем, менің атым Аарон Ралстон. В общем, видеода бірінші туыстарымен қоштасып, бұл жерден қаншама рет шығуға тырыстым, бірақ қолымнан келмеді деп айтады. Енді, қалай айтарымды да білмеймше, 4-ші күні Аарон егер қолын кеспесе, бұл жақтан шығып кете алмайтынын түсініп, рюкзагында тұрған кішкентай пышағын алып, тасқа қысылып тұрған қолын кесе бастайды. Алайда ол кішкентай ғана пышақ қолдың терісін және етті кескенімен сүйекті кесуге күші жетпеді. Аарон не істеді деп ойлайсыздар? Уже түсініп те тұрған шығарсыздар. Сол тұрған жерінде сүйегін өзі сындыра бастайды. Ақыры қолымды сындырдым да тастан босап шықтым. Ақыры тастан босады, бірақ ыстық қайнап тұрған шөлде адамдарды табу үшін тағы бірнеше сағаттар бойы жүре берген. Ақыры адамдарды жолықтырып, ал олар болса Ааронға көмектесіп, оны больницаға алып барады. Аарон тірі қалды, бірақ қалай десеңіздерші, өзінің қолын сындыруды айтсаңыздаршы. Біз әшейін бір саусағым сәл тілініп кетсе, ойбай деп жанымыз қалмайды. Кейін Аарон өз кітабын жазды, тіпті киносы да шыққан екен. Байғұс жігіт ау.
Осындай оқиғаларды естіп өзіміздің уайымсыз өмірімізге шүкір дегіміз келеді, иә. Егер Диана Кю осындай қызық роликтерді көп сала берсінші десеңіздер, қане тез лайк басып жіберейік. Именно лайк басу арқылы менің каналымды дамытуға көмектесесіздер. Ал сіздермен болған Диана Кю, келесі роликте кездескенше.